Бір шөп бар, арқада киік оты, иіскесең лапылдайды көңіл оты. Жарықтық киік оты-ай деп отырушы еді марқұм нағашы шешем. Арқада киік оты аса қадірлі шөп. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемде кем. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы мыңда бір ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының бұлауына түссе, құлан таза айығады. Белсіз қалған еркек төсектен суыған ұрғашы киік отының қымызын құрғатпай ішсе, құштарлығы оянып, құмары қайта қозады. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, қазан айының аяғына дейін 1000 оқырманға жетуге ат салуларыңызды сұраймыз. Осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Кәдімгі киік оты шөбін ертеректе әжеміз шай сияқты демдеп ішетін. Қант пен бал қосқан тәтті шайға үйренген біз шөптің дәмі мен иісіне мұрнымызды тыржитушы едік. Бүгінде сол шөптің арқасында мен еңсені басқан зіл денедегі ауырлықтан құтылдым. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемде кем. Қан тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының бұлауына түссе, құлан таза айығады деп отырушы еді әжем. Рас екен, қайсы бір жылы жиен шарымыздың қолының терісі қабыршақтанып, жара басып кетті. Дерметологтар экзема деген оңайлықпен кете қоймайтын тері ауруы деп жазады. Әйтсе де киік оты оған ем болды. Шөпті қайнатып, сол суға қолын салып отыратын, шай сияқты демдеп аз-аздан ішкізетін. Жиен шар содан жазылды. Халық арасында жоғары тыныс жолдары қабынғанда киік отын тер шығаратын дәрі ретінде кеңінен қолданды. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі: 15 грамм ұнтақталған өсімдікті 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады да, бір қасықтан күніне 3 рет ішеді. Киік оты мамыр айынан бастап тамыз айы аралығында гүлдейді. Оның жер бетіндегі бөлігін гүлдеген кезінде жинап алады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетті арттыратын қасиеті бар. Киік отыдан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемігенде, ішектің жұмысы нашарлағанда, жүйке жүйесінің тыныштандыратын дәрі ретінде, жалпы дененің қуаты кеміп, күш азайғанда қолданады. Бунге киік оты. Бунге киік оты биіктігі 40 сантиметрге дейін жететін көп жылдық жартылай бұталы өсімдік. Бұтақтары сұр түсті, төмен салбыраған, қысқа, бірақ қалың түк басқан. Жапырақтары жіңішке, ұштары сүйір. Гүлдері майда, қос ерінді, ашық қызыл түсті. Кейде көкшілдеу болып келеді. Гүл сабақтары қысқа. Гүлдері өсімдіктің жоғары жағында шоғырлана орналасқан. Маусым шілде айларында гүлдейді. Тұқымы шілде, қыркүйек айларында піседі. Ол таулы жерлерде, тастақты беткейлерде, далалы аймақтардағы төбелердің етектерінде кездеседі. Дәрі үшін гүлмен қоса жоғары жағында пайдаланады. Оның құрамында алкоголиттер, глюкозиттер, органикалық қышқылдар, эфир майлары, С витамині және басқа да заттар бар. Қазақтың халық медицинасы бұл өсімдікті ерте кезден-ақ жүрек ауруларын, артеросклерозды, асқазан ауруларын емдеу үшін қолданып келді. Орта ғасырдың белгілі ғалымы Авиценна бунге киік отының шипалық қасиетін жоғары бағалап, оның жапырақтарын іріңді жараларды емдеуге пайдаланған. Бір топ қызметкерлер бунге киік отының емдік қасиеттерін, құрамын толық зерттеп шықты. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде бұл өсімдіктен жасалған дәрілердің қан қысымын төмендететін, несеп жүргізетін, жүрек тұсының ауырғанын басатын, ұйқыны реттейтін қасиеттері бар екендігі айқындалды. Осыған байланысты соңғы кезде инфаркты, артеросклерозды, гипертонияны және асқазан ауруларын осы өсімдікпен емдеу арқылы өте жақсы нәтижелерге жетуге болатыны белгілі болды. Бунге киік отын немесе райханды дәрі үшін дайындап, былай пайдаланады. Өсімдіктің кептірілген бір ас қасығын 1 стакан қайнап тұрған суға 1 сағат тұндырып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Емдеу мерзімі 5 аптаға дейін созылады.
Киік оты пайдасы. Киік оты сіз білмейтін пайдасы. Киік оты емдік қасиеті. Киік оты асқазанға пайдасы. Киік оты өкпеге пайдасы. Киік оты қан қысымға пайдасы. Киік оты белсіздікке пайдасы. Киік оты жүрекке пайдасы. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп, келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге Шипагер арнасы.